Мұхтар Шахановтың есімін иеленген мектеп тағы да топ жарып отыр. Биыл 7 бірдей алтын белгі үміткерлері бар алтын ұя олимпиадалық жарыстарда алғашқы үштіктен көрінген. Сол мақтаныштарды марапаттаған шараға 20 жылдық түлектер келіп, волейболдан жарыс өткізді. Түлектердің жүрегі лүпілдеген толқынысты сәттер алдағы бейне материалда. Мұхтар Шаханов атындағы жалпы білім беретін мектебі 2025-2026 оқу жылын айтарлықтай жетістіктермен аяқтағалы отыр. Мектебімізде 74 педагогикалық құрам, 423 білім алушы бар. Атап айтар болсам, абай тану олимпиадасының республикалық кезеңінде 11 сынып оқушысы бітіруші түлегіміз алтын белгіге үміткер Дүйсенбай Ақсұңқар деген қызымыз 3-ші орын иеленді. Және 10 сынып оқушымыз Дүйсенова Нұржайна деген қызымыз философия және сыни тұрғыдан ойлау олимпиадасының республикалық кезеңінде 3-ші орын иеленді. Және Дүйсенбай Маржан деген қызымыз Мағжан оқулары олимпиадасының 3-ші орын иегері, облыстық кезеңде 3-ші орын иегері атанды. Былтырғы бітіруші түлектеріміз 30 оқушының 22-сі мемлекет грант иегері атанып, аудан мектептерінің арасында алғашқы орында болды. Биылғы бітіруші түлектер саны 30 оқушы биылда, оның 7-еуі алтын белгіге үміткер. Соның ішінде Досбол Қаншайым деген қызымыз конкурсқа қатысу арқылы Мұхтар Әуезов атындағы университеттің грант иегері атанды. Биыл мектебімізді бітіргенімізге 20 жыл, 1989 жылғы жігіттер осында бүгін арнайы мектепке қонақ болып келіп отыр. Біз ең бірінші осы 20 жылдықты бастауды қыркүйектен бастадық. Бірінші қыркүйек күні осы биылғы оқу жылына келетін бірінші сыныптарға 40 оқушыға мектепке қажетті құралды жабдықтармен жабдықтап бердік. Сыныптастарымды дәл осы мектепте өзім қарсы алам деген ой 20 жыл бұрын келмеген еді. Бірақ бүгін енді сол ерекше күтіп алуға мен өзімде барымды салып жатырмын. Бұл күні мектепке 20 жыл бұрын бітірген түлектер кіріп келді. Сыныптастарын білім ұясының басшысы Нұрдәулет Баубеков қарсы алып, өзінің құрдастарымен арқа-жарқа естеліктерді еске алды. Осы кездесудің аясында алғашқы шара жыл үздіктерін марапаттаудан басталды. Яғни биылғы оқу жылын Мұхтар Шаханов атындағы мектеп тарихта қалатын сәтпен аяқтамақ ниетте. Бірқатар жарыстарға барған оқушылар мен жетекші ұстаздар жоғарғы көрсеткіш көрсетіп, білімдерімен мыңды жыққан. Нәтижесінде Отырар аудандағы білім саласының рейтингі бойынша алғашқы бестіктің қатарынан көрініп отыр. Әрине, бұл жетістікке әріптестері, жерлестері шаттанды. 1973 жылы қазіргі Мұхтар Шаханов атындағы мектептің табалдырығын шәкірт болып аттадым. 1983 жылы осы мектепті, ол кезде мектеп 10 жылдық болатын, мектептен білім алып, үлгі өнеге алып, өмірге деген үлкен фундаментті осы мектептен алдым. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. Мен осы қазіргі жетістіктерім осы ұстаздарымның үлкен еңбегінің арқасында. Мен осы мектепте білім алғаныма, осы ауылда туып өскеніме өте Аллаға разымын. Ұлағатты ұстаз үшін жетістік дегеніміз, меніңше, өзінің алдынан шыққан шәкірттердің биік белесін көру. Жақсылыққа ұмтылғаның, өзінің өмірден орын тапқаның, әрбір сәтте кездескенде жолыққанда олардың апай деп құрметпен қарап, мен өзім орын таптым ғой деген сөзінің өзі біз үшін үлкен бақыт. Қазіргі таңда 7 алтын белгінің қатарындағы бір үміткер болып табыламын. 7 алтын белгінің болғанына да ұлағатты ұстаздардың бір еңбегі, сонымен қатар ұлы Мұхтар Шахановтың жерінен болғандықтан сондай бір деңгейде біз мықты болдық деп ойлаймын. Және де осы көп алтын белгі болғанның арқасында да бір-бірімізбен бақталастық болып, білім деңгейіміздің де көтеруіне сол бір септігін тигізді. Және де соның арқасында қазіргі таңда ұлттық бірыңғай тестілеуден де жоғары балл, яғни 134 балл жинап отырмын. 20 жыл аз емес уақыт. Бұл сәтте әркім өз жолын тауып, тағдырдың тартуын бастан кешер кезең. Өмір әрбір адамды әртүрлі жолға салса да, жүректегі мектепке деген сағыныш пен сыныптастарға деген ыстық ықылас ешқашан өшпеген. Әңгімемізге арқау болған 20 жылдық түлектер мектепте волейболдан жарыс өткізді. Спорттық ойынды ұйымдастыру кезінде өмірден өткен ұлағатты ұстаздары мен құрдастарын еске алып, көз алдына марқұмдардың бейнесі бар суреттерін қойды. Волейбол жарысына қатысатындарға қаржылай сыйақы тағайындалған. Бұл да 1989 жылғы түлектердің тартуы болатын.
Мұхтар Шаханов атындағы мектеп соңғы жылы қайта жаңарған болатын. Күрделі жөндеу жұмысы жасалып, ұжым өз сыныбын таза ұстап отыруды мақсат еткен. Мұны оқу ғимаратына кіргенде аңғардық. Гүл егу жұмысын мықтап қолға алыпты. Мәселен, Таза Қазақстан акциясы аясында биология алаңында жаратылыстану пәндерінің мұғалімдері көгалдандыру жұмыстарын жүргізді. Бұл күні көкөніс көшеттері егілді. Айта кету керек, ақынның есімін иеленген білім мекемесінің оқушылары Шахановтың шығармашылығын жаттап өскендер. Қай-қайсынан болсын, 4 қатар өлең шумағын сұрай қалсаңыз, тік тұра қалып айтып береді. Кім қайратты кім-кімге асқартуға, мүмкін бекен тағдырдан бас тартуға, еткен ғажап биіктен құлаған тас, сынғанымен қалада тас қалпында. Құзашыңда, ойпаңда, бұралаңда, талайларды сын күтіп тұрадалда. Бұтшыт болып кетпей ме қан кесектер, кіп-кішкентай жырадан құлағанда. Биылғы бітіруші түлектер ұлағатты ұстаздарды отырғызып ашық сабақ өтті. Онда әрбір оқушы қоғамдағы мәселені қозғап, өз ойларын ашық айтты. Сондай-ақ 20 жылдық түлектерде алғашқы әріп үйренген парталарына отырып, уақыт өтсе де маңызын әсерін жоймаған жүректе сақталған естеліктері мен ұстаздары туралы сұрақтарды. Жаңашілік өңірінің тұрғындарынан байқағанымыз, ақын Мұхтар Шахановтың кем дегенде бір өлеңін жаттап жүруді әдетке айналдырыпты. Атамыздың поэмаларын кезден өте көп жаттадық. 6-7 сыныптарда. Соның ішінде отырар дастанын бастады. Отырар дастанының соңғы бөлімін айтып берейін сіздерге. Оян қайыр, бабатайым, қасиеттім, қымбаттым, саналапат тасырдан соң, тасырдауыл басылған соң, 7,5 ғасырдан соң, өзіңді іздеп тіл қаттым, аман қапты батыр арман. Отқа оранған отырардан қашып шыққан сол баяғы баладан, бұл күндері санатты ұрпақ тараған, сол ұрпақтан шыққан ақын мен болам деп жүреді Мұхтар Шаханов. Нұр үйден қандай жарқын, арманысың қандай жаным, шынарым ай, сен мөлдірсің еркем, тау бұлағында. Жол жатыр шақырып алдыңда, өмірге ұсынып шаттығын. Білмеймін бой жетіп қалдың ба, шашыңда ақ бантик жоқ бүгін. Білмеймін бой жетіп қалдың ба, шашыңда ақ бантик жоқ бүгін. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жаным, шынарым ай, сен мөлдірсің еркем, тау бұлағындай. Үлкен болып қалу үшін ғаламда үлкен арман керек екен адамға деп Мұхтар Шахановтың өлең шумағымен түйінделген іс-шара жаңашіліктің тарихында қалатын күн. Бағлан Байкөбекқызы, Ақ Жол, Рахманқұл Айғақ қоғамдық телеарнасы.